Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз кеспе салма пісіреміз. Ол үшін бізге еттің жұмсағы керек. Еттің жұмсағын осылай кесіп аламыз. Уақтап турап, кубик қылып турасаңыздар да болады, я болмаса соломка қылып турасаңыздар да болады. Мен өзім кубик қылып турадым. Осындай әдемілеп кесіп алып, менің етім кішкене қаттылау, турауға жақсы болады. Осылай кубик қылып турап алдым. Сіздерде кубик қылып турасаңыздар, еттеріңіз тез қуырылады, тез піседі. Оқырмандарым, менің каналым ұнап жатса, маған лайк басып, тіркеліп, комментария қалдырыңыздар. Және де алдағы уақытта қандай тамақ пісірем, соған жазып кетіңіздер. Міндетті түрде пісіремін сіздердің жазғандарыңызды. Осылай етімнің барлығын турап алдым. Енді қызып тұрған қазанымызға майды құйып, одан кейін астына майларын жібереміз. Еттің майымен дәмді шығады. Артынан май жемейтін болсаңыздар, алып тастауларыңызға болады. Біздің үйде бала май жемегеннен кейін біз алып тастаймыз. Осылай үстіне сосын етін салыңыздар. Одан кейін қақпағын жауып қуырылғанша күтеміз. Міне етімізді қуырылды. Одан кейін үстіне су құйып қоямыз да, аздап тұзын саламыз. Әркім өзі мөлшері бойынша салсын тұзын. Енді біз етіміз қуырылғанша кеспеміздің нанын емейміз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, 1 жұмыртқа, сәбізімізге кірісеміз. Сәбізімізді де уақтап кубик қылып тура аламыз. Енді әркім өзі біледі, соломка қыласыздар ма, ірі қыласыздар ма? Мен енді кубик қылдым. Кубик қылғасын, сәбізімізге кубик қылдым. Осылай барлығын әдемілеп тура аласыздар. Мен бір сәбіз алдым, енді сіздер 2-3 сәбіз алсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Сәбізімізді турап болғаннан кейін енді картофелімізді осылай кубик қылып турамыз. Үлкен картоп болсын, орташа картоп болсын, өздеріңіз қарай, адам санына қарай алсаңыздар болады.
күйдіргенде өте қатты пісіріп жібермеңіздер. Міне түсі өзгеру керек. Көріп тұрсыз ана үстіне көзіректер шығады. Осындай қылып үш жағында, төрт жағында істеп аласыздар. Міне қолымда үш болып пісірген, үш жағын істейміз. Өте қатты пісіріп жібермеңіздер. Осылай екіншісінде барлық тестіні осылай үш жағын күйдіріп аласыздар. Қатты күйдіріп пісіп кетпесін. Енді осылай жасап алғанымызды бірінің үстіне бірін ысылай күйінде бір-біріне орап осындай ұзын соломка тураймыз. Ыссы күйінде істеңіздер, әйтпесе қатып кетеді. Соломка турайсыздар, жіңішке қыласыздар ба, қалыңдау қыласыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Мен енді орташа қылдым. Өте қалың да емес, өте жіңішке де емес, орташа қылып осылай әдемілеп турап шықтым. Міне қараңыздар, бір-біріне жабыспайды, әп-әдемі болып осылай шашырап тұрады. Пісіріп аласыздар. Қатты пісіп кетпесін, өйткені бізге нанын салу керек болады. Сондықтан бір 5-10 минуттай пісіресіздер. Одан кейін міне кішкене шалалау пісу керек. Міне шала пісті. До конца пісіп кеткен жоқ. Енді осы картоптың үстіне жаңағы турап қойған суымызды қоямыз бірінші. Өте толтырып құймаңыздар. Суға жаңа картоптымыз батып тұрсын. Батып тұру керек. Көп қойып жібермеңіздер. Енді жаңағы кеспемізді осының үстіне саламыз. Барлық кеспемізді салып шығамыз. Содан кейін 3 ас қасық жаңа шемішкі майды үстіне құясыздар. Бір жеріне құймай, әр жеріне бүйтіп осылай 3 қасық құйып, қақпағын жауып, баяу отқа қойыңыздар. 15 минуттан кейін біздің